Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтың музейі. Здравствуйте, дети! Тема урока – музей Мұхтара Әуезова. Балалар, бұл суретте Мұхтар Әуезовтың музейі бейнеленген. Бұл музейде бұрын қазақтың көрнекті жазушысы Мұхтар Әуезовтың өзі тұрған. Жаңа сөздер, новые слова. Жиһаз, мебель. Балалар, жаңа сөзді сөздік дәптерге жазамыз. Пишем словарный тетрадь. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Мұхтар Әуезовтың музей үйі 2 қабатты. Дом-музей Мұхтара Әуезова двухэтажный. Музейде 7 бөлме бар. Музейі 7 залов. Жазушы өзінің жұмыс бөлмесін жақсы көрген. Писатель любил свой кабинет. Жұмыс бөлмесінде жеке кітапханасы бар. В кабинете есть личная библиотека. Онда 6000-нан астам кітап сақталған. Он содержит более 6000 книг. Балалар, жаңа мәтінде айтылған Мұхтар Әуезовтың кітапханасы, жеке кітапханасы. Онда көптеген кітаптар сақталған. Екінші тапсырма. Қажетті сөздерді қойып жаз. Ребята, вы должны вместо многоточек писать нужные слова. Қажетті сөздер, нужные слова. Жазу, жазушының, бұрын. Балалар, бұл тапсырманы сіздер дәптерге орындайсыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет!